Цезар. Италия залда алыстан соққы бар жана Козлов. Бүгінгі беттештегі алғашқы соққы дарвазаға тамай. Италия залдадан. Екінші темменен өзгөнің шаулы мықты кеспері Нұрболат Рысбеков. Айпанчаға шығарылған топ жана алысқы бұршықта ешкім жоқ. Менімше жер менен пас берсе болот бол. Искандер баш менен байқап көрөлү бұл рет. Кушаков. Айпанчаға көтерілген топ. Ешкім топқа тиген жоқ. Искандарбековқа топ келіп жетті. Искандарбеков. Екінші рет Айпанчаға көтерілген топ жана соққы бар. Улан Сулайманов меніңше соққы емес, Айпанчаға екінші рет шығарып беруге әрекет қылып көрді. Бұл рет Лизалда топқа жеткен жоқ. Есеп сандары қаншамен аяқтайды байқайлы. Нұрланбек Сарықбаев алыстан соққы бар. Козлов жана! Ай-ай-ай, өзгін. Улан Сулайманов ашық дарвазаға жарым метр аралықтан тамай соққы жолдай албай қалды. Байқайлы. Козлов топты қармай алған емес. Манаскарипов топ жоғоту. Нұрланбек Сарықбаевтан алыстан соққы жана анчайын анық емес, бірақ жақшы. Қараңыздар, Сарықбаев жазғырып алған жана Даро соққы жолдап көрген. Сезар қандай қатачылыққа жол беріп қойды. Елдер Тіштемиров өзі соққы бар жана гол! Нефчи командасы бүгін алғашқылардан болып есеп сандарын ашып олтырады. Елдер Тіштемиров, Сезар Сенов, Рахимбек Нурматұлы 17-де, Елизар Халилов 18-де. Аларада өзгөн чауылда сол қанаттан Айпанчаға киргизип беріп, эми ғана киргизип беруге әрекет қылып көрді. Топ үчүн күрөш. Алыстан соққы көрөбүз бө? Ооба, жок, оң канатка Нурболот Рысбеков. Эми ғана соққы бар жана. Дарвазач өз жайында. Алексей Козловтун мыкты сейф. Бектур Кушкунбаев сол канатка Айпанчаға бир рет көтөрүп берүү орун алат. Эми соққы жолдой. Ооба, алыстан соққы бар, бирок анық емес. Тіштемиров, Эсенбек Күсөнұлы, оң қанатқа, Аброр Асқаров, артқа пас, жана! Гол! Құрметті көрермандар, гол! Бір қарағанда қайтылдың байқап көршіңіз керек. Бұл алмашыда шыққан Орхан Алиев. Бұл жерде Алижан Алижановтың қаташылығынан ұлам. Артқа пас, Аброр Асқаров. Жоқ, менше Аброр Асқаров біраз анық емес пас берген. Қараңыздар, бұл жерден топты қабыл алған. Аброр Асқаровтың анық емес пасы. Дал ошол пасты Алижан Алижанов артқа шығарып жіберуге әрекетін көрген болчу. Қараңыздар, андан шыққан топ Орхан Алиевке тиді дағы жақынқы бұрыштыққа гол жаралды. Цезар. Мықты пас. Изатулла Абдуллаев. Өзі кіріп баруда Абдуллаевтан соққы жана гол! Изатулла Абдуллаев қандай жазғырып алып бірнеше ойыншыларды артқа қайтарды жана алысқы бұрыштыққа керемет соққы. Есеп сандары 2-1 урматтуу көрермандар. Өзгөн шаарынын тургундары қуанышында чек жоқ. Қараңыздар, топты қабыл алды. Даро бір жазғырымен 2 ойыншын артта қалтырды жана алысқы бұрыштыққа соққы. Бұл рет Алексей Козлов дарвазасын қорғап қала алған жоқ. Ава, мықты.
Бул ракурстан жакшыраак көрүнөт. Караңыздар, кабыл алды. Жана бир жазгыруу менен дээрлик 3 оюнчуну артка калтырган. Sokku jana gol! Eldar Moldajunosov. Esep sandарын теңде durmatты көрмандар. Esep 2-2. Eldar Moldajunosov буга чейин бир эмес бир нече жолу офсайд абалында калып кеткен болчу. Мына азыр менимче офсайд жок. Топко биринчилерден болуп жетти. Эч кандай офсайд жок. Михаил Губановтан чыккан топ бул менимче. Ооба, Михаил Губанов, караңыздар, баш менен чыгарып берүү. Молдожуносов топко жетти. Жана эсеп 2-2. Бул реттагы офсайд боло турган болсо анда Айпанчага сонун мүмкүнчүлүк жана алыстан сокку, дарбазага эмес бирок Таштемиров эч кандай эреже бузууну каттаган жок. Башкы калыс оюн уланат. Контрдук чабуулга өзгөн чыгып кете алабы, байкайлы. Оң канатка пас берсе болот. Жок, өзгүрүп барууда Титов. Сокку жолдош керек жана пенальти. Пенальти. Михаил Титов пас берген жок, бирок пенальти иштеп жатат. Азыр Сараев кагазды. Нагатага көргөзөт менимче. Жана Михаил Титов. Ооба, Сараев кагаз. Нагатага. Кайталдан байкап көрөйлү. Өзү алды, 4 оюнчудан ортосунан кирип барган. Бул жерден бир аз таштады. Жана Нагата подкат. Чындыгында эреже бузду. Бул ракурстан балким жакшыраак көрүнөт. Алдын көздөй Александр Бакер тилекке каршы жете албай калган. Ооба, топко жеткен эмес Нагата. Чындыгында бул жерден ачык пенальти көрүнөт. Зайнидин Алиевдин ушкырыгы жаңырат. Жана Орхан Алиев анчейин шашкан жок. Салкын кандуулук менен бир аз сол канатка жүгүрөт жана сокку жана гол! Орхан Алиев дубль жасап отура турматты көрмандар. Жана эсеп сандары 3-2 өзгөн алдыда. Көрмандар колдоп коштоп кубанычында чек жок экендигин көрүп жатабыз. Алексей Козлов топтун багытын тапкан эмес. Козлов оң канатка жыгылган. Ал эми өзүнүн оң канатына жыгылган Козлов. Ал эми Орхан Алиев болсо өзүнүн оң канатына сокку жолдоп эсеп сандарын алдыга жылдырып отурат. Бул ракурстан жакшыраак. Дароневчи. Цезар. Калсын ышкырыгы жаңырдырматты көрмандар. Эсеп сандары 3-2 өзгөн командасы өз үйүндө 3 ұпайды ала алды.